Мысалы, Зухруф сүресінде мынадай аят бар. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Ал керек болса. Ол сондай аспанда Құдай дейді. Және жерде Құдай дейді. Сонда екі Құдай бар деп айтасың ба? Аспанда бір Құдай, жерде бір Құдай. Аяттың мағанасы ол Алла аспан мен жердің Құдайы деген сөз шығады. Сендер қайда болсаңдар, Алла сонда деген аяттың мағанасы, сендер қайда барсаңдар да, болмасаңдар да, Алла көріп, біліп, естіп тұрады деген сөз. Біреу айтса, қой мен анау Астанаға кеттім, сол жаққа барып Құдай көрмей тұрғанда бір нәрсе істеп келейін деп айта ала ма? Жоқ, мен мынау Алатаудың артына барып келейін, Құдай көрмейсе бір нәрсе істеп келейін деп. Жоқ, сен Алатаудан асып кетесің ба, қайда барсаң да, Құдай сені көріп біліп тұрады. Сондықтан қала ахлу сүннати уәл жамаати лайса Аллаху тағала алал мәкан. Алла тағаланың мекені жоқ. Ла алал арш, аршыда да емес. Аршыда емес. Уәла ала ғайрихи, басқа да емес. Уәхуа лайса фауқал арш, ол аршының үстінде де емес, біреулер ойлағаны. Уәлайса лаху джихатун минал джихат. Алла субханала тағаланың 6 тарапы жоқ. Анау Дарын Мұбарыптың осыдан бірнеше жыл алдыңғы бір дәрісі бар. Тахауи, имам Тахауи, ахлу сунна ғалымы имам Тахауидің ақидасын түсіндірген. Сол жерде имам Тахауидің мынадай сөзі бар. Ла тахуихил джихату ситту касаирил муптадағат. Жаратылыс секілді Алла тағаланы 6 тарап қамтымайды дейді. Яғни Алла тағаланың алды, арты, оңы, солы, үсті, асты жоқ дейді. Олай деп айтылмайды. Дәл осы жерін айтпай кеткен. Айтпай кеткен. Мені қараңыздар, ұлы имам Абу Джафар ат-Тахауиге қандай зұлымдық қиянат жасап отыр. Мені олардың кім екендігі. Егер ақиқи болған болса, шынымен имам Тахауиді ұстанған болса, ол жерін оқитын еді, оны аударып беретін еді. Неге оны аудармады, оқымады? Өйткені өзінің ұстанып отырған ұстанымына келмейді. Өйткені Құдай жоғарғы тарапта дейді. Аршы Алланың астында. Алланың асты бар дейді. Құдайдың оң жағы бар дейді. Бұлай Құдай танылмайды. Сондықтан біз Құдайды тану үшін алдымен Құранды тануымыз керек. Құранды тану үшін біз сол Құранды түсінген ғалымдарды тыңдауымыз керек. Сол кезде барып біз Құранды дұрыс түсінеміз. Сол кезде барып қана біз Құдайды тани аламыз. Ал жаңағы ғалымдардың бәрін өзіне керекті жерлерін алып, бұрмалап, ауыстырып келіп, Құранға түскеннен кейін әрине адасады.